Адамдарға көп ренжи бересіз ба? Мен мына өткендегі шыққан рилсның соңында біраз адамдар мен көп ренжігішпін, мен көп өзіме алып аламын деген болды да. Сол кісілерге бір жауап болсын. Негізінде сіз өзіңізге көп ала берсеңіз, адамдарға көп ренжи берсеңіз, ондай болса, Құдай сақтасын, жаман ауру, онкология деген жаман ауруды өзіңізден жасап шығаруыңыз әбден мүмкін. Сондықтан да сіз осы рилсті міндетті түрде соңына дейін тыңдаңыз. Мына қараңызшы, мысалға адам не үшін ренжиді? Адам мысалға да сіз біреуден бірдеңені күтесіз. Ол дәл сіздің күткеніңізде жасамағандықтан сіз оған ренжисіз. Ол сонда ренжу қайдан шығып тұр? Сіздің күткеніңіз болмағандықтан шығып тұр. Көрдіңіз ба? Ал енді осы нәрсе, күткен нәрсе болмады деген нәрсе қайдан келіп тұр? Бұл балалықтан, бала бізден күтеді, бала бізден жаңағы сырттан келсе бірдеңе әкелдің ба деп күтеді деген секілді. Немесе жаңағы өзі бірдеңе сұрайды, соны әкелдің ба деген секілді. Біз оны әкеліп бермесек, бала бізге ренжиді. Тура дәл солай балалықтан қалып қалған нәрсе. Ал енді ол деген қалай? Сіз мысалға да адам бала позициясы, ересек және ата-ана позициясы деген үш позицияда үнемі біз ауысып отырамыз, И сонда сіз егер де көп ренжи беретін болсаңыз, осы бала позициясына сізді түп санаңыз көп түсіретін болып тұр. Ал ол неге олай? Себебі сіздің балалық шағыңызда алған травмаңыз мүмкін көбірек болып тұр. Сол себепті сол ұқсас оқиғаларды ол шыға береді. Енді сіз не істейсіз осы жерде? Бізді түп сана басқарады, бізді 95%-ға жуық түп сана басқарады деп айтамын. Осы түп сана басқарған кезде ұқсас оқиғаларда сізді тарс еткізіп жаңағыдай ренжитін оқиғалар болып жатса, сіздің жаңағы ренішіңізді оятатын сезім шығарып отырады. Ал енді сіз қазір ересексіз, жасыңыз 30-дан асып кетті, 40-дан, 50-ден асып кетті. Енді сіз өзіңіз жаңағы түп сананың шығарып беріп отырған сезімдеріне сіз саналы түрде жауап беріңіз. Саналы түрде, мысалға айтасыз, бір оқиғада сөйтіп солай болып қалды, жоқ деңіз, мен қазір ересекпін ғой деңіз. Мен қазір бұрынғыдай бала емеспін. Не болса соған ренжіп қалатын. Мен қазір ересекпін. Мен қалаған нәрсемді біреуден күтіп отырмаймын. Мен қалаған нәрсемді өзім барып жасаймын. Мен қалаған нәрсені өзім барып ала аламын. Мен қалаған нәрсені өзіме жеткізе алатын жағдайдамын. Мен қазір өйткені ересек адаммын. Мен ешкімнен ештеңе күтпеймін. Болды, міне осындай сөзіңіз, қанатты сөздеріңіз өзіңізге үнемі айтып отырыңыз. Кәдімгі саналы түрде әркез сондай ситуация түсіп қалған кезіңізде, сол кезде саналы түрде өз-өзіңізге айтыңыз. Өз-өзіңізді тәрбиелеңіз. Сол кезде ғана сіз осы жаңағы ренжитін состояние бар ғой, жағдайдан шыға аласыз, өзіңізді шығара аласыз. Осылайынан әркез көмектесіп отыратын болсаңыз, сіз уже бұдан кейін ренжімейтін де жағдайға түсетін боласыз, иншалла.